Таң атқанда гүлдің ашылуы, немесе шыбын жектің жабылуы, кейбір өсімдіктер тітіркендіргішке бірден жауап қайтарылады. Алайда өсімдіктерде бұл реакциялардың көбі өте баяу жүреді. Оны көзбен бақылау мүмкін емес. Бұл процестер өсу арқылы реттеледі. Өсу реакциясы тұрақты жүріп, өсуге қажетті ортаны іздеу мақсатында өсімдіктерді тітіркендіргішке тура не кері бағыттайды. Олар трапезмдер деп аталады. Өсімдіктің негізгі трапезмдері жарыққа, тартылысқа және суға байланысты. Өсімдіктердің жарық сезгіштігі фототрапезм, тартылыс сезгіштігі геотрапезм және су сезгіштігі гидротрапезм деп аталады. Өсу реакциясы тітіркендіргішке қатысты оң немесе теріс болуы мүмкін. Мысалы, мына тұқым өскен кезде жарыққа қарай ұмтылып, тартылыс күшіне қарсы тұрады. Сондай-ақ тамырлар топырақтың ішіне кіре өсіп, суға тартылады. Бірақ өсімдіктер өсу реакцияларын қалай бақылайды? Сұрақтың жауабы сабақ пен тамыр ұшында түзілетін өсімдік гормоны ауксин. Ауксин мөлшері сыртқы жағдайларға тәуелді, және ол өсуді ынталандырады. Мәселен, жарық сабаққа біркелкі түспегендіктен, ауксиннің көп бөлігі көлеңке жағында жиналып, оның жылдам өсуіне ықпал етеді. Нәтижесінде сабақ жарыққа қарай иіледі. Өсу гормондарының әсерін біле отырып, біз оларды өз пайдамызға жарата аламыз. Ауксиндер тамыр ұнтағына қосылып, өскіндердің бой түзеуі мен жеміс өнімділігін арттыруға көмектеседі. Трапезмдер барлық өсімдіктерді шұғыл реакция жүйесімен қамтамасыз етеді. Бұл оларға тіршілік үшін ең қолайлы ортаны іздеуге мүмкіндік береді.